Бөл ауданның білім беру бөлімінің ұйымдастыруымен жаңа 2023 жыл қарсаңында ауданның дарынды әрі белсенді оқушыларына арналған дәстүрлі аудан әкімінің шыршасы өткізілді. Ақсай қаласының Арман мейрамханасында өткен жаңа жылдық шыршаға 100 оқушы қатысты. Мерекелік шараға аудан әкімінің орынбасары Асланбек Сарқұлов қатысып, бүлдіршіндерге өз тілегін жеткізді. Келіп жеткен 2023 жыл жаңа жылымыз құтты болсын. Еркебұлан Нұриденұлының атынан аудан әкімі барша әріптестердің атынан жаңа жыл мерекесімен құттықтаймын. Әр жылдың аяғында дәстүрге сәйкес осы балалардың қатысуымен үлкен жаңа жылдық шырша өтеді. Міне бүгін өздеріңіздің мектептеріңізден, әрбір оқу орнынан өздеріңіз келіп, әсем киініп, тамаша көңіл күймен келіп қатысып жатсыздар. Сондықтан да осы жаңа жылда жақсы көңіл күйде қарсыласаңыздар, сол жылда жақсылықтар сіздерге көп болсын, оқуда озат болыңыздар, алғыр болыңыздар, білімдеріңіз мол болсын. Осы ұстаздарыңыздың берген білімін, ата-аналардың берген тәрбиесін бойларыңызға сіңіріп, үлкен еліміздің тұлғалы азамат-азаматшалар болуыңызға шын жүректен тілектеспін. Ең бастысы сіздерге денсаулық тілеймін. Биылғы жылы өздеріңіз білесіздер, балалар жылы деп аталып өтіліп жатыр еліміз бойынша. Міне соның аясында біздің ауданымызда да бірқатар шаралар өздірілді. Осы шаралардың бүгінгі шырша соның жалғасы деп айтуға болады. Сондықтан да әрбір білім ошағында аудандық білім беру бөлімінің тарапынан көптеген шаралар өздірілді. Сондықтан да мен ойлаймын, сіздерге бүгінгі осы өткізіліп жатқан шара сіздерге жақсы көңіл күй сыйлайды деп, өздеріңіз барып, сыныптастарыңызбен бөлісіп, келесі жылда осы шыршаға қатысу үшін жақсы белсенділік танытып, жақсы жетістіктерге жетесіздер деп. Сондықтан да бүгінгі мереке құтты болсын. Салтанатты шарада барлығы да жайдары көңіл күймен өнерлерін ортаға салды. Жасыл шыршаны айналған балалар қуаныш пен шаттыққа бөленіп, дайындалған арнайы бағдарламаны тамашалады. Жаңа жылдың сәні Аяз ата және Ақшақармен би билеп, мектептен тыс білім беру мекемелерінің өнерлерін қызықтады. Бүгін 2023 жаңа жылдың қарсаңында дәстүрлі әр жыл сайын өтетін Бөрлі ауданы әкімінің аудандық шыршасы өтті. Шыршаға барлығы ауданның 24 мектебінен ең дарынды, ең белсенді, ең жаңағы олимпиадалардың қатысушылары, ең дарынды деген оқушылардан 100 оқушы қатысты. Осы мерекені жүргізуге, сәнін келтіруге мектептен тыс мекемелердің 80 баласы атсалысты. Барлық қатысушыларға, яғни 100 оқушыға сыйлықтар берілді. Сыйлықта жаңа тәтті сыйлықтар, балаларға арналған энциклопедиялар және де құттықтау сөзі берілді. Әртүрлі кейіпкерлердің қойылымдары көрсетіліп, оқушылардың көңіліне ұмытылмастай әсер қалдырды. Жаңа жылдық шараға қатысушы республикалық олимпиаданың жүлдегері оқу озаты Нұрай көрермендерге өз лебізін жолдады. Мне очень понравилась эта елка. Тут было очень много выступлений. Маған бүгінгі шырша өте қатты ұнады. Қойылымдар көп қойылды. Барлығы би билеп, ән салды. Барлықтарыңызға жаңа жылда жақсылықтар тілеймін. Келер жылда осы жылдағыдай әдемі, қуанышқа толы болсын деп тілеймін. Әсемжан қалалық нөмірі 4-ші мектептің оқу озаты барша көрермендерге жаңа жылдық тілегін білдірді. Маған осы жаңа жыл өте ұнады. 2023 жыл жақсылық әкелсін. Жаңа жыл құтты болсын. Шара соңында балалар келген қонақтармен естелік суретке түсті. Оқушыларға арнайы дайындалған сыйлықтар, тәттілер және энциклопедия табысталып, мерекелік шара тәтті үстелге жалғасты. Анаргүл Күшірбаева, Азамат Бабагөжиев, Қарашығанақ телеарнасы.